Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін керемет болып шығатын пряниктердің рецептісін ұсынбақшымын. Ол үшін ең алдымен қасықтың көмегімен ыдысқа ұн саламыз. Салып болған соң оның үстіне қант қосамыз. Венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және де қызып тұрған отта, яғни пеште қызып тұрған сүтті құямыз. Сүттің температурасы ыстық болу керек. Яғни сүт қайнап кетпеу керек, немесе салқын болмау керек. Жай ғана осылай буы шыққанша ыстық болу керек. Сол сүтті құямыз және венчиктің көмегімен араластырып тұрамыз. Үнемі араластырып тұру қажет. Үнемі осылай араластырып тұру қажет. Енді оның үстіне күнбағыс майын құямыз. Және какао саламыз. Сосын венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғасын, оның үстіне біз жарты шай қасық сода саламыз және қопсытқыш саламыз, тағы да араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерді жеке қосамыз, яғни оған ұн жатады. Ұнды осыны електен өткіземіз. Електен міндетті түрде өткізіп салу қажет. Венчиктің көмегімен осылай ұнды араластырамыз. Сіздерде егер венчик болмаса, онда қасықтың көмегімен араластыруға болады. Міне менде осындай қамыр шықты. Енді ол қамырды қазір екіге бөлеміз. Қамырымызды екіге бөліп болған соң үстіне ұн себеміз. Біз ұн сепкенде көп сеуіп қажет жоқ. Жай ғана бетіне сепсеңіздер болады. Кішкене қамырымыз жабысып қалып жатыр, сондықтан себеміз. Енді екінші бөлігін қойып қоямыз. Бірінші бөлігін оқтауының көмегімен жайып шығамыз. Мен міне толықтай жайып шықтым. Бізге осындай дөңгелек ыдыс қажет. Сіз қандай дөңгелек ыдыс бар, соны пайдаланасыз. Яғни біздің пряниктің көлемі дөңгелек болу қажет. Негізі қамырды кішкене қалыңдау жасаңыздар, біздің пряниктер өте жұмсақ болып шығады. Шамамен 4-5 мм жасаңыздар болады. Алдымен енді біз
противенді дайындап аламыз. Сіздерде егер пергамент қағаз болса, противенге жайып салыңыздар. Ал егер болмаса, онда күнбағыс майын жағып, печеньені салуға әбден болады. Мен алдын ала дайындадым. Печеньелерді осылай барлығына салып қойдым. Енді 170-180 градуста 20 минут пісіреміз. Менде осындай толықтай пісіп шықты. Менде қалың, күшті болып көтерілді. Енді біз глазур дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаның ақуызы қажет және қант ұнтағы қажет. Мен осылай ыдысқа жұмыртқаның ақуызын салдым, өлшеп алдым. Енді оның үстінен қант ұнтағын сүйіп, салып жақсылап араластырамыз. Біздің глазур дайын. Міне осындай пряниктерді екі жағын аунатып, шанышқының көмегімен аунатып аламыз да противенге салып шығамыз. Противенді пергамент қағазын төсейміз және осылай салып шығамыз. Үнемі осылай глазурды араластырып отыру қажет. Осылай міне видеода көрсетілгендей екі жағын аунатамыз. Осылай барлық бөліктеріне аунатып шығамыз. Енді біз тоңазытқышта шамамен 1 сағаттай ұстаймыз. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Глазур осылай қатуы қажет. 2 сағаттай ұстасаңыздар да керемет болып шығады. Өте оңай, жеңіл жолмен жасалынатын бұл пряниктер өте дәмді болып шығады. Дүкеннен сатып алмай-ақ өздеріңіз жасасаңыздар да керемет болып шығады. Менің каналымда әлі де көптеген рецепттер болады, сондықтан міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер және лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар. Өздеріңіз жасап көруге тырысыңыздар, нәтижесін комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар.